Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Есімім Төрехан Аслан, информатика пәнінен мұғалім болып табыламын. Енді бүгінгі біздің жасағымыз келіп отқан зат, қалайша чат GPT, бәріміз білетін чат қазіргі таңдағы информатиканың сұрақтарына қалай жауап береді екен, соны қарап көрейік. Ол үшін біз қазір сабақ онлайнның бізде берілетін платформасындағы нұсқаны талдап көреміз. Міне қазір біз барлығын таңдап отырмыз. Міне қазақ тілін таңдадық, және де информатика пәнін таңдап отырмыз, және де бірінші бейіндік пән мен екінші бейіндік пән маңызды емес, жалпы информатиканы таңдап отырмыз. Енді біз таңдау деп басамыз. Міне мына жерден бірден информатика деген пәнге кіреміз. Информатикаға кіретін болсақ, бірінші сұрақ бетеді. Тұрақты жады дейді. Естеріңде болатын болса, бізде тұрақты жады деп негізі ромды айтамыз, Қазір біз қарап көрейік, чат GPT оған не деп жауап береді екен. Міне чатқа скрин жасадым, мен чаттың өзіне лақтырып жатырмын. Чат GPT білесіздер, ол бізде алгоритмдермен жұмыс жасайды, және де интернеттегі бүкіл данныйларды, былайша айтқанда, жинақтап, солардың барлығының өзінің алгоритмдерімен есептеп береді екен. Міне қазір біз қазақша дұрыс жауап беріңіз деген сияқты оған қосымша біз промпт жаздық, нұсқаулық жаздық. Сонда бүйтіп айтады: тұрақты жадыға дұрыс жауап ром болады дейді. Міне дұрыс жауап берді бірінші сұрағымызға, Қазір таңда тұрақты жады деп біз нені айтамыз? Компьютердің базалық бүкіл конфигурациялар сақталатын жадына біз ром деп айтады, Оның басты микросхемасы BIOS. Және де бізде қазір ол дұрыс жауап беріп отыр. Міне ром дегенді белгілеп өтейік. Келесі жүйелік блок құрамына кірмейтін құрылғы дейді. Яғни жүйелік блок дегеніміз анау төртбұрышты болады, который кнопкасын басып қосатын. Міне соны жүйелік блок деп айтады. Көпшілігіміз оны процессор деп айтып үйреніп қаламыз, бірақ ол негізі процессор емес, оны жүйелік блок дейді. Соны құрамына кірмейтін құрылғы деп айтады, кірмейтін. Қатқыл диск, кэш жады, процессор, пернетақта деген, әрине мына жерде пернетақта оның сыртында орналасады. Негізінен сол пернетақта болу керек, бірақ қазір чат оған бізге не деп жауап береді? Бір тексеріп көрейік. Қазір чатқа жіберіп жатырмыз. Суретте көрсетілген сұрақтың кірмейтін құрылғы дегенге бізге жазады пернетақта дейді дұрыс жауап. Міне бұл жолда дұрыс жауап беріп жатыр, пернетақта екен шынымен де, өйткені пернетақта сыртында орналасады. Қатқыл диск дегеніміз, яғни жесткий диск деп айтамыз, Winchester, немесе hard диск, HDD неше түрлі аттары бар. Ол бізде жүйелік блоктың ішіне орналасады. Кэш жады деген процессордың үстіне орналасады, ал процессор деген кішкене микросхема, Ол да бізде жүйелік блоктың ішіне орналасады екен. Сонда екінші жауабымызға да бізге пока что дұрыс жауап беріп отқан деп қарастыра берейік. Келесі, мынау қандай топология дейді. Міне қараңдар, бір ғана линия тұратын болса, бір ғана кабель тұрса, по идее біз бұны шина деп айтушы едік, Шина топологиясы деп көрсетуші едік. Жұлдыз деген ол жұлдызша тәрізді болады. Жұлдызша дегенде жұлдыз деген нәрсе жоқ. Сақина деген дөңгелек болады. Сонда біз қазір чат GPT-ден де сұрақ көрейік. Біздің үшінші сұраққа біздің чаттың жауабы шина дейді. Міне бұл жолда дұрыс жауап беріп отыр. Шина топологиясы бір ғана желі болады, сол желінің жан-жағына компьютерлерде біз жалғап өтеміз. Келесі желі топологиясы жатпайды дейді. Бағана топологиялар айтып өттік, соның қайсысына жатпайды деп отыр. Сақина ол бар, бағана дөңгелек тәрізді. Ай деген нәрсе жоқ мүлдем. Жұлдыз деген бар, жұлдызша тәріздес, және де шина, бағана көрсеттік ол шинаны. Қазір енді чат GPT не только бағанада фотоға қарап қана емес, өзі жалпы біледі ме екен, қанша түрлері бар ек, және де ол қандай түрлері жоқ екендігін біле алады ма, соны қарап көрейік. Бізде негізі одан бөлек ұялы деген топология бар, немесе иерархиялы жұлдыз деген топология бар, немесе оны ағаш деп те атайды. Сондай топологиялар бар, бірақ бізде қазір міне дұрыс жауапты ай деп беріп жатыр. Міне бұл жолда чат GPT по идее қателескен жоқ. Негізі ай деген бұл жерде шынымен де жатпайтын болып табылады. Келесі, қазақ алфавитінде әліпби қуаттылығы нешеге тең дейді. Қазақ алфавитінде бізде 42 әріп болатын болса, значит бізде қуаттылықта 42 деп есептеуге болады. Әрине тыныс белгі, цифр тағы да басқа знактардың бәрін қоспасақ, егер қосатын болса, олар әрине өте көп болып үлкейіп кетеді. Біз символ деп не только әріпті, бұл жерде нені айтамыз? Цифрларды айтуымыз мүмкін, леп белгі, сұрақ белгі, бәрін негізі айта береміз оның бәрін. Нешеге тең десе, дұрыс жауап 42 деген. Бізде 42 әріп болғандықтан қуаттылығында біз мына жерде 42 деп белгілеп өтейік. Келесі сұрақта бүйтеді. Ақпараттың жалпы санын есептейтін формуланы кім ойлап тапты дейді. Ақпараттың жалпы санын есептеуді бізде кім ойлап тапқан? Оны бізде мына жерде негізі Hartley деген кісі ойлап тапқан деп қарастырсақ болатын секілді. Бірақ чаттың жауабын қарап көрейік. Негізі ғалымдар жайлы сұрақ көп кездесе бермейді бізде ОБТ-да, бірақ сонда да біз бәрібір олар мүмкін осы жылдары кездесіп қалуы мүмкін деп олардың бәрін ескеруіміз керек. Міне дұрыс жауап Hartley деген, Hartley формуласы деген бар еді, n тең 2-ның x дәрежесі деген формуламен есептеуші едік. Келесі, әліпби қуаттылығы 64 символ, ақпарат көлемі 1,5 килобайт болса, мәтінде қанша символ бар дейді. Мынау символдар санын есептеу үшін бізде К деген әріп арқылы есептеуші едік, оның өзінің арнайы формуласы бар, оны қазір енді жазып отыру ұзақ уақыт алады, сондықтан біз жай ғана чаттан сұрасайық нақты жауабын. Бізде бұны енді
екі түрлі формуланың көмегімен есептейді. Міне қазір чат есептеп бастады бізде. Міне формуласын салды. Мына жерде бірінші оны 1024-ке көбейту арқылы не істеп жатыр? Килобайтты байтқа айналдырды. Одан кейін мына байтты көбейтіп жатыр символдар санына. Сол кезде 2048 символ бар деп есептеп жатыр. Мына жерде 64 символ деген бізде ол алфавиттің қуаттылығы ғой. Енді оны n деп қарастыратын болсақ, 2-нің ол 6 дәрежесі. Сонда бізде енді 8-ді 6-ға бөліп жатыр, чтобы примерно бір символдың несінің битін табу үшін, сонда бәрін көбейткен кезде 2048 символ деп есептеп жатыр. Негізі дәл осы формуламен, тура осы чат шығарғандай шығармайды, кішкене басқаша шығарып жатады, бірақ мынаның жауабы бәрібір де сәйкес келген болуы мүмкін. Өйткені скорее всего сәйкес келеді. Бізге енді келесі сұрақта былай берген, санау жүйелері берілген, ондық, сегіздік и сегіздікті бір басқа бір санау жүйесіне теңестіргенде бізге айтады, мынау өрнектің нәтижесінің негізі қандай дейді, негізі. То есть негізі дегеніміз астындағы санды сұрап жатыр. Қандай сан шығады екен, соны бізге есептеп берші деп жатыр. Біз оны чатқа жібере салайық, чат өзі есептеп көрсін. Дұрыс жауап бізде 16-лық санау жүйесіне дейді. Яғни біз мына жерде аударған кезде 16-лықта болып кетеді деп көрсеткен. Сондықтан жарайды 16-лық дегенде берілейік. Мүмкін дұрыс емес, оны кейіннен соңынан біле жатармыз. Келесі 9-шы сұрақты қарастыратын болсақ, бізде міне мынандай бір 16-лық санау жүйесіне сан берген, оны екілікке айналдыр дейді. Екілікке айналдыру үшін біз әрбір санды негізі 4 битке теңестіру арқылы не істейтін едік? Айналдыруға болатын еді. Бірақ қазір оны чат ертерек может тезірек істеп береді. Өзі шығару жолымен көрсетеді көбінесе. Соны біз қазір сендермен қарап көреміз. Содан кейін бізде міне әрбір цифрды алды да, көрінер ма? Екілікке аударып жатыр. Әрбір цифрды 5-ті, 8-ді и б деген әріпті. Б деген яғни 11 деп міне нақты көрсетіп отыр екен. Сондықтан бұл жерде де бізде қателеспей дұрыс жауап 0100 мынау бір сан болады екен. Соңғы келесі сұрақта бүйтеді, екілік санау жүйесіне кіретін сан дейді. Екілік санау жүйесі біз оңай, ол 0 мен 1-ден ғана тұрады. Сондықтан по идее мына жерде 1 деген жауапты 1-ден ол шығарып беру керек. Яғни екілік санау жүйесі деп те сол үшін айтады 0, 1. Яғни 2-ге дейінгі сандарды ғана қабылдайды. То есть сол цифрларды. Сондықтан да бұл жерде бізде қазір может быть чат 1-ден 1 деп шығарып береді. Міне дәл солай жауап берген. Екілік санау жүйесі тек 2 санды қамтиды, 0 мен 1-ді дейді. Бірақ дұрыс жауапты 2 деп қойыпты. Бағана айттық қой енді, бізде ол 0 мен 1-ді қабылдайды деп өзі айтып отыр, бірақ кіретін санды 2 деп көрсетіп отыр. Жарайды 2 дегенде берілейік қазір чаттың айтуы бойынша. Дәл осымен біз 10 сұраққа қазір жауап бердік. Осы 10 сұрақта қазір тестпен аяқтай салайық. Осыны көру үшін, қалайша жауап берген тексеріп қарайық. Сонда информатикадан 8 дейді. Қатемен жұмыс, қандай сұрақтардан қате кеттік? Қарап көретін болсақ, бізде сонда мына жерде міне 8-ші сұрақта 16-лық санау жүйесі емес екен, яғни ол жерде чат бізде дұрыс шығармаған екен. А вот 10-ші сұрақта бізде почему-то жауабын дұрыс баспаған екен, яғни басылмай қалып кеткен, из-за этого бізде чат оны да то есть біздің платформа оны есептемеген. Сонда бізде 9 сұрақта есептеп отыр, 9 сұрақтан бір қате жіберіп отыр. Бұл нені білдіреді, балалар? Чат негізі өте жақсы былай көрсеткіш көрсетіп отыр, жақсы жауап беріп отыр мына жағдайда. Бірақ бәрібір де ертең бізде ұбт-ға кірген кезде не болмайды? Чат GPT алдарында ашық тұрмайды. Сондықтан бәрін алып чат GPT-мен істей беру, ол әрине қателік. Және де соған сеніп алып, болды ұбт-ын нормаль тапсырам деу, ол да қателік. Чат бізде құрал, инструмент. Любой инструмент ол нейтралды ұғым, инструментті сен дұрыс қолдансаң да болады, бұрыс қолдансаң да болады. Қазірден жай ғана пробныйлардың бәрін сен чатпен жасап, дұрыс балл жинап, 50 жинап, 45 жинап, жүре берсең, 45 жинап, ой мен күшті жинап жатырмын деп ойлап жүрсең, ол әрине өзіңе балта шабу. Болашақта сен ұбт-ға кірген кезде ондай балл жинай алмайсың, себебі чат болмайды сен жанында. Бірақ ол құралды сен дұрыс пайдалануыңа болады. Ол қалай? Өз-өзіңді оқыту үшін. Мұғалім тағы да басқа дәл жанында отырмаған кезде чаттан сұрап қосымша ақпараттар алуға, немесе қосымша өз-өзіңнің базаңды дамытуға болады. Осы үшін де бізде чатты қолдануға болады, бірақ ешқалайда оны ұбт-дан жоғары балл жинаймын деген мақсатта емес, тек ұбт-дан жоғары балл жинауға дайындық құралы ретінде қарастырсаңдар болады. Осымен біз сендермен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.